үміткер келген болатын, және таныстықты бастайық, бірақ әзір әуелі құпия таңбаны көрсетіп алайық. 6 саны Жадырада, жазып алыңыздар. Бұл 4-ші құпия таңба. Рахмет, Жадыра. Бүгін Жадыра мүлдем үндемей отыр, өте қызық. Қош келдіңіз. Танысайық. Сізге айтып жатырмын. Рахмет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Микрофонды ұстамасаңыз, әйтпесе дыбысқа кедергілер келтіріледі. Есіміңіз, қай жақтан келдіңіз? Есімім Сейфен Болат, арнайы Меркі ауданы, Жамбыл облысы, Тұрарсулық ауылынан арнайы жобаға Жарасы елінен келіп отқан жайым бар. Демек, қалауымға арнайы Алматыға келдіңіз, қалауым үшін, Айман үшін? Иә. Түсінікті. Немен айналысасыз? Ау? Немен айналысасыз? Айналысатын кәсібім той бизнесі. Той жүргізесіз? Тамадамын. Асаба. Түсінікті. Ал қалауымды қай уақыттан бері бақылап жүрсіз? Айманды қашан көрдіңіз? Қалаулымды негізі постоянно бақыламаймын. Анда-санда үйде болған кезде... Той болмаған уақытта ма? Қолым бос кезде үйде анаммен бірге осы қалаулым бағдарламасын көріп отыратын. Сол кезде енді өткендегі Айманға келген үміткерден кейін Айманның да жүрегі шайылып қалған шығар, мүмкін қорқып тұрған шығар, енді келген үміткер қандай болады екен деген сияқты. Сондықтан да сол кезде Айманның бір жүзінен бір жылулықты, ерекше қабілетті, көзі ашық, көкірегі ояу жандықпен сезінгеннен кейін Айманды бірден өзімнің таңдауыммен таңдадым. Айман тұрмыста болды, оны білесіз, 2 балапаны бар. Анаңыз қарсы болмады ма осы тарапта? Ешқандай қарсылық болған жоқ менің тарапымнан. Мен арнайы анамның бұл жерге разылығын алдым. Ең бірінші анаммен ақылдасасың ғой, енді анаңның разылығы, ол Алланың разылығымен тең дейді. Сондықтан да анамның разылығын алып, анама айттым, мүмкін осы қалаулым жобасына барып, Айманмен бір танысып, Айманды өз көзіммен көріп қайтсам, қалай қарайсыз оған деп едім. Менің анам қарсылық білдірген жоқ. Жасың 29 жаста отқан жігітсің, кешегі 20 жасар жігіт емессің, өзің таңдауың біл, өзіңнің қалауың болса, барып қайт деп. Батасын беріп, рұқсатын беріп, сізді шығарып салды, Ал 29-дамын дедіңіз, осы жасқа дейін, осы уақытқа дейін арақатынас болды ма? Отбасы мүмкін бұрында болған? 2013 жылы отбасын құрғам, үйленген едім. Арада 5 жыл тұрдым келіншегіммен, 5 жылда қайғыны да барлық қуанышты бірге бөлісіп келдік, бірақ енді өмірдің заңдылығымен, тағдырдың несімен талғамымен екеуміз екі жаққа кеттік. Өйткені ортамызда нәрестеміз болмады. Екеуміздің таңдауымыз сол болды. Ал екі жаққа кетудегі басты себеп қандай болды? Енді басты себеп сол ортада нәрестенің болмауынан себебі сол болды. Екеуміздің ортамызда екіге бөлген. Енді нәресте болмағаннан кейін қанша әйел адамы болғандықтан әрбір қыз баланың арманы ана бақытын сезіну. Дұрыс па? Ана бақытын сезіну. Сондықтан да ол 5 жыл менімен бірге барлық қуанышты, барлық нені бірге көтеріп келді, бірақ 5 жылда оның да өзінің енді шыдамы таусылды деймін. Аналық мейірім сезінбеді, ортада нәрестеміз болмаған соң, екеуміз екі жаққа шешіп, таңдап, екеуміздің қалауымызбен солай болды. Қанша жыл бұрын ажырасып кеттіңіздер? Біз 2018-дің август айында ажырастық, қазір 5 айға қарады. Енді қазіргі немен айтқанда, 2018 уже былтырғы не ғой? Бір жылға ауысып кетті. Нәресте болмады дедіңіз, түсінгенім бойынша медициналық жағынан болмай қалды, өкінішке орай.
Медицина жағында Енді 21-ші ғасыр деген сияқты Иә. қазіргі таңда медицина технология дамыған. Иә, медицина технология дамыған, ол жағында қарастырдық, барып көрдік. Енді мүмкін екеумізге де кінә таққан жоқ. Ол жақтан да барлық жағына ана болу күші бар, мен жақтан да әке болу күші бар. Енді ешқандай диагноз бізге қойылмады да, мынандай нәрседен сендер балалы бола алмайсыңдар деген ешқандай медицинаның диагнозы дұрыс келмеді. Демек, нақты бір диагноз қойылмады, дәрігерлердің диагноз тарапынан. қойылмады, Ал медицинада сәйкестік деген дүние бар ғой, қан тобының сәйкестігі. Иә, сәйкестік деген дүние бар. Біз ол жағында қарастырдық. Ол жағында көрдік. Мүмкін екеуміздің қан тобымыз бір болғандықтан осы нәрседен де нәрестеміз болмай жатқан шығар деп ол жағында қарастырдық. Бірақ қан тобында сұрай келе ол жағынан да медицина жағынан ешқандай жауап айтпады. Өйткені келіншегімде өзі ар жақтан медицина аяқтан қарастырып, Жамбыл облысы Тараздың өзінен Меркі ауданының басқа жақтың барлығына қолымыздан келгенше қаралдық. Бірақ көбінесе ол келіншегімде өзі кішкене қырсықтау мінезі болды. Сондықтан да өзі ары қарай жүгірмеді, Өте өкінішті, түсінікті. Енді 2018 жылы ажырасып кеттім дедіңіз ғой. Енді түсінгеніміз бойынша ең басты себеп сол нәрестенің болмағандығы және нәрестенің болмауынан, осының кесірінен түсініспеушіліктер пайда болды, отбасында. Ұрыс, керіс. Ондай жағдайлар жиі қайталанып тұрды ма отбасында? Әрине, әйелдің психологиясына менің ойымша ол ерекше тиеді, ерекше тиеді. Өйткені ол менің артымдағы інімнің менен кейінгі түскен үйдегі келіннің, өйткені 3 баласы бар қазір менің інімнің. Ол оны да көрді да, енді мен бұл келіннен алдында бұрын түскен едім, бұл уже 3 баланың анасы болды, менде әлі неге жоқ дегенде, енді адамды психологически ауытқуға да ұшыраған кезде болған шығар деп ойлаймын. Мүмкін сол да себеп болған шығар. Енді Алланың қалауы ғой бұл енді. Аллах Тағала өзі қосты, өзі екі жаққа айырды. Енді өмір бір немен тоқтап қалмайды, шектелмейді, бір адамға қатып қалмайды. Өмір ары қарай жалғасуда. Сондықтан да қаттырақ сөйлейсіз бе? Сондықтан да әр адамның өз өмірі өз таңдау өз қолында ғой. Сондықтан да осы бағдарламаға Меркі жерінен Айман халымда таңдап келген жайым бар. Өте дұрыс келдіңіз. Айман ханым сізді таңдап келді, ал енді кезек өзіңізде. Рахмет, мен таңдап келгеніңізге алыстан келіп отыр екенсіз. Сол үшін сізге алғысым шексіз. Және де жаңа айтып жатсыз, естімей қалдым, негізі руыңыз қандай дедіңіз? Руым Ботпайдың ішіндегі жарас елім. Жарас елім. Түсінікті. Стол жатқан Данияр екеуміз бір ауылдан, өйткені Данияр менің нағашым болып келеді негізі. Нағашысы екен ғой. Менің балаларым бар екен білесіз, жаңа да айтып өттіңіз. Егер де ата-анаңыз қарсы болып шығып жатса, шешімді өзіңіз қабылдайсыз ба, әлде ата-анаңыз тыңдап бас тартуға дайынсыз ба? Енді менің өзім осы жасқа дейін бір ананың тәрбиесімен өстім. Әкеміз ерте дүниеден өтіп кеткен біздің бала кезімізде. Тек біз ана мейірімімен ғана өстік. Әрине, ол бірінші үйдегі отырған ананың разылығы болмай, ол ешқандай анадан аттап мен өтіп кете алмаймын. Әрине, осы неден кейін анамның разылығын алып өшірге келгеннен кейін, Айман ханым, енді анамның да мен ойлаймын, мүмкін өзінің баласының бақыты үшін еш нәрседен аянбайды деп. Рахмет. Анаңызға көп рахмет. Және де сізге сұрағым, болашақта екеумізде бәрі жақсы болып жатса, Алматы қаласына келесіз ба, әлде ауылда боласыз ба? Алматы қаласына келуге ойыңыз қандай? Енді менің үлкен ағам осы Алматы қаласында тұрады, үй жайы, отбасы бәрі осында болғандықтан,
менен кейінгі інім де бөлек тұрады өзінің семьясымен. Мен үйде әкемнің қара шаңырағында қалған ұлмын. Иә. Айман барып тұруға қарсылық ешқандай жоқ, иә? Өйткені өткен жолды бағдарламаларда қарасам, сен айтқансың. Ауылға барып тұруға ешқандай қарсылығым жоқ. Ата-енеммен бірге тұрамын. Егер қабылдаса екі балапанымен деп. Иә, екі баламмен қабылдаса, мен ауылға тұруға қарсылығым жоқ. Өзім ауылдан шыққан қызмын ғой. Рахмет. Және Қатысушыларға кезек береміз бе? Иә, Жандәулет. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Неге соңына дейін бармадыңыздар деймін да, егер соңына дейін барсаңыздар, Аллах тағала ризық несібесін берер еді ғой. Және егер бермей жатқан жағдайдың өзінде де жетімдер үйі деген бар. Сол жақтан неге асыра алмаз, әлде араларыңызда бір шынайы махаббат болмады ма? Жоқ, арамызда шынайы махаббат болмады деп айта алмаймын. Шынайы махаббат болды. Ол жағында